Сәлем, көрермендерім, қонақтарым қарап жатқан. Менің есімім Асем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге көп сұрақ қоясыздар. Қалай неге өсіп жатыр, неге өспей жатыр деп. Әрине ол асқабақ жайлы. Асқабақты сендерге мен үнемі көрсетіп келе жатырмын. Басынан бастап өсіргеннен бастап, басынан болғанда көшет ретінде өсірдім деп айттым, осы көшет ретінен бастап, осы уақытқа дейін көшет ретінде болғанда, көшетмен айттым, жаңа қағаз стаканға егіп, солайсы еккен болатынмын деп. Қазіргі таңда барлығы жақсы өсуде. Бір несі, мен шет жаққа қарай отырғызуым керек екен. Ортаға қарай отырғызып жіберіп, бүкіл жерді алып кетті. Сол жері, сосын бір жерде менде 5 асқабақтай бар. Яғни бір асқабақты өзі білесіздер, қаншалықты үлкен екен. Мына жерде 5-6 асқабақ боласын тіптен алып кетіп жатыр. Енді бұл жерде айтқандай, алдыңғы түсірімде айтқандай, әртүрлі сорттар бар. Дөңгелек, ұзынша. Асқабақты жыл сайын көбінесе біз шамалы егетінмін, бір-екеуін. Биыл міне кішкене тауықтарымыз бұйыртса көбейіп жатқандықтан көбірек өсіріп жатырмын. Және де өзімізге де әрине жеуге. Асқабақ жеп жайып үйреніп жатыр. Негізі біз көбінесе отбасымызда жаңағы үйде әке-шешем жаңағы асқабақты көп жақтатпайды, жаңа бауырларым. Бірақ та соны жайлап үйретіп жатырмын. Міне бір асқабақтың жапырағы, міне қарап тұрсаңыздар, көлемі өте үлкен. Одан кішкентай түрлері бар. Көбісі айтады, неге қурап жатыр, аталық гүлдер көп деп. Аталық гүлдер міндетті түрде ол болуы міндетті. Себебі сол аталық гүл арқылы ол жаңағы асқабақ шығу үшін сол будандасып аралар қонып, сол жаңағы аталық гүл арқылы шығады. Міне мысалы қарап тұрсаңыз, міне аталық гүл дегеніміз, яғни гүлі осылай ашылмай тұрғаны, ашылмай тұрады да, асты ұзын, яғни бұл жерде ешқандай жаңа өнімі жоқ. Және де қорап қалады дейді. Қорап қалу ол менде де бар. Басында сіздерге көрсеттім, ол қорап қалады. Қорап қалу ол міндетті түрде болатын жағдай. Қорап қалғаннан кейін жайлап өзі бастап шығады. Және тағы күтімге келетін болсақ, ештеңе шашпаймын, ештеңе қимаймын, себебі бұл жерде қию мүмкін емес. Тек уақытында тек суарып отырамын, болды. Бұлай өзімен өзі шыға береді. Ол күл шашып, жаңағыдай күл шашуға болады, егер сіз жаңа тәтті қылу мақсатында. Бірақ мен жерімде бұл жерде күлді барлығы бар болғандықтан мен ештеңеде шашпаймын. Негізі сразу алдын ала сол топыраққа сөйтіп сепсаң жақсы. Және де мынандай қураған жапырақты сол алып тастауға болады. Яғни бұлардың уже қажеті шамалы. Және де суды өте көп жақсы көреді. Барынша молынан суарғандарыңыз үшін. Не етейін тағы да. Және де тұқымнан еккеннен гөрі маған осылай көшет ретінде өсірген жақсы. Себебі уақытын қанша дегенмен үлгеріп пісіп, асқабағым пісіп үлгереді. Көбінесе біз көп жағдайда мен далаға сразу еккен кезде жаңағы асқабақ шығып болмай, көп уақыты жаңағы шығуына кетіп, жаңағы сондай салқынға тап болып қалып, қайтадан тоқтап қалып солай болды. Көшет ретінде өсіргеннен бастап, отырғызғанда уже тез алып кетті. Және де бұл жерде аталық гүлдерге жаңа неге шықпай жатыр, не істеу керек десеңіздер, мен өзім ештеңе істемеймін. Басында осылай қаптап шыққан кезде өзінен өзі мысалы қарап тұрсаңыз, міне асқабақтар жайлап бастап шығады. Ондай көп емес, көп деп айтпай ақ қояйын. Әйтеуір бар. Және де егер мысалы шықпай жатса, барынша араларды шақыру үшін негізі бұл өзіне өзі будандасу керек, кейде араларда жаңа көмектеседі. Сол үшін мысалы суға жаңағы бал араласқан суды шашып көріңіздер, жаңа мақсатында гүлдерге. Және де немесе бал болмаса, шекер кәдімгі қант деп айтады, кейбір жерде шекер деп айтады. Соны суға араластырып, жаңа бір қасығын сөйтіп солайда шашып көріңіздер. Яғни тәтті нәрсеге жаңа бал сона болсын, ара болсын келіп, ол да бір септігі тиер деп ойлаймын өздігімен. Бірақ өзім шашып көрген жоқпын. Және де қазір сіздерге асқабақ жайлап көрсетейін. Міне бастап жайлап шығып жатыр. Қазір көлемін айтайын сіздерге. Бұның көлемі, міне қараңыздар. Яғни мен қолымда ұстағанда міне где-то доптың сәл кішкентай түрі. Бұл жерден осыдан басқа артық ештеңе жоқ. Мына жақтарында жоқ. Мына жақтарында да жоқ. Міне көріп тұрсаңыздар. Менде де ондай аса көп емес. Сіздерге айтқандай. Бірақ дегенмен де бар. Мына жерде міне қарап тұрсаңыздар. Шиеталың барлығын орап кетті десем болады, себебі деген тіпті сындыруға қалды. Міне майысып ыңғайсыз жерге еккенмін. Және де міне сіздерге міне айтқандай, менде де қурайтыны бар міне. Ол қорау, міне қарап тұрсаңыздар, міне. Яғни қорап қалатыр. Олдым да етпейді, себебі басқалар шығады. Яғни күші жетпей қалса, мысалы өнім тыңайтқышының күші жетпей қалған кезде осылай қорап қалады. Және де міне тағы бар, міне көрдіңіздер ме, уже кеп қалған кезде міне түсіп кетті. Бірақ оның қасында міне қарап тұрсаңыздар, шығып жатыр. Және де так, мына жерде қазір
міне тағы жаңағыдай көріп тұрсаңыздар. Мынау кішкене бір шарик сияқты міне қолына әмір кішкейтеулі. Және міне так жаңағы міне көріп тұрсаңыздар қаншама өсіп қалған міне. Яғни ол түсуі заңды. Так, оның астында міне екеуі шығып жатыр. Яғни қайсына жаңағы өнімі жетеді, мына жерге қарап тұрсаңыздар ішінде. Ол мен ондайға мен көп мән бермеймін, себебі шығады. Шығатынына мен сенімді болғандысың. Ең тағы бір сорты мен сізге айттым ғой, 2-3 сорт ектім деп. Соның бір сорты міне біреу мынандай. Биыл бірінші тегіп жатырмын. Яғни бұл розовый түсті, яғни ашық қызғылт түсті болады. Тоже үлкен ірі не крупный болатын асқабақ. Өсіп жатыр. Сопақша тәріздес. Так, мына жерде сол барлығын ана өткенде байлағанмын. Міне қарап тұрсаңыз, соның барлығын қанша дейін салмағы. Уже көне өскесін. Мына бір түрлі қызықсыз. Қараңыздаршы. Сырты бір қорқынышты. Бір шама өсіп қалған, уже сынуға қалып қарап тұрсаңыз. Және де оның астында ең үлкен десем де болады, ішіндегі ең үлкені міне. Оның қолынан да өте әдемі жерде жатыр, міне көріп тұрсаңыздар. Салмағы бір 2-3 килограммдай болатын шығар. Міне мен қолым ұстағанда үлкендігі. Мына жерлерде. Так, бұл жерлерде ештеңе жоқ. Ондай көп емес, қанша дегенмен де бірақ бар. Және де мынандай шет жақтарда мықты уже алып кетіп жатса, мындай мысалы үлкендігі міне қарап тұрсаңыздар, уже мына жаққа дейін кетіп қалған ғой. Сонда мына көрдіңіздер ме, бас жағын тек үзіп жібердім. Тотап қалу үшін. Міне бас жағын үзіп жібердім. Сонда кішкене асқабағымыз одан сайын ірі болады. Мына жерде қарасаңыздар, міне талай жерге кетіп қалған. Бірақ ане біреуі. Және де міне мына жерден үзіп жібердім. Күшке кетіп жүрмін, көрдіңіздер ме? Байқағаным асқабақтың несі. Кейбір жерде сары, кейбір жерде жасыл әртүрлі болады екен, соны байқадым. Бақа әзірге бұл асқабақ маған ұнап жатыр. Күтімі ешқандай күтім қажет жоқ, сіздер айттым ғой. Біреу неге күтім айтпайсың, өте айтасың деп айтады. Мен ешқандай шындығымды айтып отырмын. Сіздерге көрсетіп отырмын, қораған түрлері де бар деп. Онда тұрған ештеңе де жоқ міне. Яғни менде ондай көп емес, бірақ бар. Мына жағында да, ар жағында міне. Сіздерге көрінемі, көрінбеймі? Мына жағында тұр. Яғни бұның ешқандай күтім қажет жоқ. Шет жақтарын бәрін жаңағыдай үзіп жіберемін. Міне барып көремін, кішкенесіне көрсетейін. Міне осындай. Әлі өсіп жатыр. Бұйыртса іштерінде сіздерге көрсетемін. Сөйтіп көріңіздер, егер аталықта шығатын болып жатса, жаңағыдай балтымен жаңағы суды араластырып шашып көріңіз. Сол кезде мүмкін асқабақ шығар. Менде де бұл аталық гүлдер өте көп. Бұл аталық гүл болу ол міндетті жағдай. Сол себепті жаңа аралар шақыру мақсатында сөйтіп шашып көріңіз. Сау болыңыздар.